Саламатсыңдар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы бұлттық технологиялар. Сабақтың мақсаты: бұлттық технологиялар түсінігі, бұлттық провайдер, бұлттық технологиялардың қызмет көрсету модельдері, есептегіш бұлттар, бұлттық технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Бұлттық технологиялар ақпараттық технологиялар жүйелерінің дамуындағы бет бұрыстардың аса елеулісі. Бұлттық технологиялар. Бұлттық технология аппараттық құралдарды, лицензионды программалық хаттамаларды, байланыс каналдарын біріктіретін, ақпаратты сақтауға және өңдеуге арналған ыңғайлы орта. Бұлттық есептеулер технологиясының жалпы кескіні цифрлық деректерді өңдеу технологиялары арқылы интернет пайдаланушыға барлық қызмет түрлері бір ақпараттық жүйеде біріктіріліп, онлайн сервис ретінде ұсынылуы. Бұлттық есептеулер ағылшын сөзінен пайда болған, қажетті конфигурацияланған есептегіш ресурстарға, мысалы, мәлімет өткізетін желілерге, серверлерге, ақпарат сақтау құрылғыларына, тағы басқа барлығына бірден немесе бөлек, қай жерде болмасын әрі ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз ету моделі. Бұл терминдер компьютерде арнайы программалардың орнатуынсыз интернет желіге қосылған жалпыға қолжетімді деректер ортасын өңдеу, жүктеу және сақтау, қашықтан басқарудың технологиялық мүмкіндіктерін ұсынатын виртуалды қызмет түрлерінің жалпыланған атауы. Бұлттық провайдер ағылшын сөзінен пайда болған, бұлттық сервистерді жеткізуші, бұлттық есептеулер негізінде қызмет көрсететін компания. Ол әртүрлі виртуалды ресурстың, виртуалды серверлер, виртуалды желілер, виртуалды деректерді сақтау жүйелері, автоматтандырылған басқару түрлерін жеткізуші. Бұлттық технологиялардың қызмет көрсету модельдері. Инфрақұрылым қызметі ретінде пайдаланушы өзіне керекті инфраортаны жалға алу мүмкіндігіне ие бола алады. Бұлттық технологиялардың қызмет көрсету модельдері экранымызда көрсетілген. Есептегіш бұлттар мақсатына қарай мынандай төрт түрге бөлінеді. Жеке бұлттар. Жеке кәсіп орындарының өзіне ғана, сондағы жеке тұлғалармен олардың тұтынушыларының жұмыс істеуіне арналған инфраструктура. Аралас бұлттар. Екі немесе одан көп бұлт түрлерінің жеке ортақ қоғамдық аралас комбинациясын атауға болады. Ортақ бұлттар. Көпшілікке арналған, олардың интернетте еркін жұмыс істеуіне арналған инфраструктура. Қоғамдық бұлттар. Ортақ мақсаттары бар қоғамдық тұтынушыларға арналған инфраструктура. Платформа қызметі ретінде пайдаланушы бұлттық провайдерлермен бірлесіп жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болады. Коммуникациялық қызметі интернет желісі немесе
кез келген IP желісі бойынша сигнал беруді, хабарлама алмасуды, видеоконференцияларды қамтамасыз ететін кәсіпорын үшін бұлтта құрылған коммуникациялық шешім, яғни үлгісі қосымша төлем жасау арқылы коммуникация құралдары мен қызмет түрлерін ұлғайтуға болады. Тағы бір модель логикалық жалғасы ретінде келесі бейнеленген модель қолданып жүр. Моделін пайдаланғанда тұтынушылар өз қызметіне қажетті толығымен стандартталған виртуалды жұмыс орнын ала алады. Әр тұтынушы осы ұсынылған виртуалды жұмыс орнын өз қажетіне ыңғайлы етіп өзгерте алады. Оқу модельдері экранда бейнеленген. Жабдықтарды есептеу қуаты, жұмыс кеңістігін құру, жұмыс ортасын құру және ұсыну қызметі. Мониторинг қызметі. Мониторингтеу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бұлтта программалық қамсыздандырумен қызмет көрсету. Бұлттық технологиялардың артықшылықтарын. Интернетке қосылған кез келген құрылғы арқылы дербес компьютер, планшет, смартфон және тағы басқа басқарылады. Көптеген программалар тегін немесе қолжетімді бағада және үнемі программалардың ең соңғы нұсқасымен жаңарып отырады. Арнайы операциялық жүйелерді талап етпейді. Кез келген жерде, кез келген уақытта ақпарат қолжетімді. Көптеген қолданушылар үшін бірлескен жұмысты жеңілдетеді. Құжат форматтарының үйлесімділігі. Егер құрылғы дербес компьютер, планшет, смартфон және тағы басқа істен шықса, маңызды ақпарат жоғалмайды, себебі ол құрылғы жадында сақталмайды. Автоматты түрде бұлтта сақталып отырады және резервті көшірме жасайды. Әрқашан жаңа және жаңартылған ақпараттық өңдеулер жүзеге асырылады. Бұлттық технологиялардың кемшіліктері. Интернет болмаған жағдайда жұмыс тек құрылғыға жүктелген құжаттармен жұмыс істеумен шектеледі. Бұлттық программалардың жұмыс жасау жылдамдығы баяу болады. Ақпараттың зақымдалу қаупі бар. Көптеген бұлттық сервистер бірнеше гигабайт көлемді ғана тегін ұсынады. Ал оны тек қосымша ақы төлеу арқылы кеңейтуге болады. Кейбір бұлттық технологиялар отандық және халықаралық стандартқа сай емес. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.